Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Тәм Дастархан каналы. Бүгін сіздерге фриз мясоның құпия рецептісін бөлісеміз. Ең алдымен қызыл және жасыл бұрышты жақсылап жуып алып, оларды дәл видеодағыдай етіп қаламшалап тұраймыз. Бізге олардың тек жартысы ғана керек болады. Сосын пиязды да дәл видеодағыдай қылып, жұқа жіңішке етіп тұраймыз. Ал енді етімізді маринадтайық. Бірінші кристалл қосамыз, сосын куриный бульон қосамыз, одан кейін аз мөлшерде тұз қосамыз. Содан соң жақсы дәм кіру үшін соя тұздығын қосамыз және де уксусты қосамыз. Ең соңында аз мөлшерде крахмал қосамыз. Содан соң жақсылап араластырып, 10 минуттай қойып қоямыз. Бізде асханада осындай дайын сатып алынатын фриді қолданады. Ал енді қазанды жақсылап қыздырып алып, оған сұйық майымызды құямыз. Май қызғаннан кейін дайындап алған фрийімізді салып, қуырамыз. Арада 3-4 минут өткеннен кейін маринадтап алған етімізді салып, фриймен бірге қуырамыз. Сосын жаңағы дайындап алған қызыл және жасыл бұрышымызды, пиязды салып, бірге қуырамыз. 30 секундтай ғана ыстық майда ұстап тұрып, сосын осылай сүзіп аламыз. Ал енді қазанға дайындап алған заттарымызды салып, оған дәмдеуіштерді салып, бірге қуырамыз. Ол үшін бізге жарты қасық кристалл қосу қажет. Сосын 1 қасық куриный бульон қосуымыз керек. Одан кейін жарты ас қасық тұз қосамыз. Сонымен қатар 1 шай қасық қара бұрыш қосамыз және де жарты қасық қызыл бұрыш қосамыз. Ал енді дайындап алған дәмдеуіштерімізді салып, оны жақсылап тұрып араластырып қуырамыз. Біздің бүгінгі жасаған фриз мясомыз дайын болды. Бұл тағамның жасалу жолы өте оңай, сіздерге де жасауға кеңес беремін. Егер де сізге бүгінгі видео ұнаса, онда міндетті түрде лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыз. Асханада жасалатын тағы да қандай тағамның құпия рецептісін білгіңіз келсе, міндетті түрде комментарий жазыңыз. Біз сізбен бөлісетін боламыз.